Мектепті бітіре салып, ала дорбаны арқалап, Алматыға асатын түлектер қаншама. Ал олардың ең алғашқы тоқтайтын жері осы саяхат емес пе? Саяхаттың сағатында жүздескендер қанша болды десеңізші? 1967 жылы ашылған саяхат автовокзалы оңтүстік Астана тұрғындары үшін тарихи нысанға айналған. Ол Алматыдағы ең алғашқы арнайы ашылған автовокзал. Сонымен қатар сол кездері қалаға ең кемінде жақын аудандардан 500 автобус қатынайтын болған. Өкінішке қарай 2008 жылы ғимарат толықтай сүрілді. Автобекеттің ғимаратында күту залы, билет кассалары сондай-ақ қызметтік бөлмелері бар еді. Ал жанындағы сағат мұнарасы республикаға белгілі болған. Сол саяхаттың сағаты көп кездесудің куәсі болды. Білесіз бе, сағат маңындағы кездесулерді бір апта тіпті бір ай бұрын белгілеп қояды екен. Ай-ай-ай, саяхат сағаты, таусылған тағаты, мекені ғашықтарды. Ал қазір саяхат десе Райымбек даңғылы мен Пушкин көшесінің қиылысындағы Райымбек Батырдың ескерткіші көз алдыңа елестейді. Тұғырдың ұзындығы 12 метр. Авторы Едіге Рахмадиев. Биыл ескерткіштің ашылғанына 10 жыл. Айтпақшы, сағаттан кейін кездесу орны осы болып белгіленген. Тіпті елдің өзге аймақтарының тұрғындары түлектер кездесуінде Алматыға келіп, әдемі кешті саяхаттағы ескерткіштен бастайды екен. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысы Мақаншы ауданының 1977 жылғы түлектері 45 жылдан кейін осы жерде кездесті. Кезінде Алматының орталық автовокзалы болған, қарсысында Райымбек атамыздың, Батыр бабамыздың ескерткішінің маңайына жиналып тұрған жайымыз бар. Осы төңіректе жақын жерде Алматының орталық мешіт орналасқан, сол жерде өмірден озған ағай туғандарымыз бар, достарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Соларға бір Құран бағыштатып, ары қарай кездесуімізді жалғастырсақ деген ойымыз бар. Және де осындай кездесулер Қазақстан бойынша кез келген облыстың азаматтары осы жерде кездесу ұйымдастырамыз десе, осы Райымбек Батыр бабаның ескерткішінде кездесуді бастайды деген үмітіміз бар. Осы кездесу орны болсын деп эстафета тасып кеткіміз келеді. Ал 50 жылдық кездесуді 1977 жылдың түлектері елордада атап өтеміз дейді. Райымбек бабамыздың аруағы әрқашан бәрімізді қолдап жүрсін. Енді келесі кездесуіміз 5 жылдан кейін 50 жылдық кездесуіміз Астанада өтуін Алла нәсіп етсін. Қалай дегенмен 9 жолдың торабы саналатын саяхат автобекеті алматылықтар үшін ерекше орын. Мұнда сапырылысқан жаяу жүргінші мен көлік ешқашан азаймаған. Ендігі сүрілген ғимараттың орнына Алматының символы болатын тағы бір ғимарат бой көтереді деп сенеміз.